Құрметті менің көрермендерім, бағана жұмысқа кетерде кішкене маған басып қой үйде кеткенмін. Бұйыртса, міне ашып кетті. Қазір тездетіп қалаш кішкене қиықша пісіріп жіберейін деп жатырмын. Бүгін күн аяз. Менің арнама жазылыңыздар, қолдаңыздар дегенім ғой, қолдаңыздар деп. Қазір болыңыздар. Бетінше ысытып менің қалашықтарым міне дайын болды. Өстіп табақтың үстіне қойып, сахарный пудрамен кішкене жағып қоямыз. Дәмді қазір шай менен Тоғжан екеуміз жейміз. Иісінің өзі қандай керемет. Көрермендерім, мен 20 минутқа толған жоқ. Әп-әдемі қып, тәтті қып, дәмінің өзі керемет қып, қалаш пісіра қойдым. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне арасын көрсеңіздер, қандай лүпілдеп тұр. Енді бұны шаймен жесеңіздер де болады. Жазды біз осындай қарақатымызды теріп варенье жасап аламыз. Сол вареньемен жағып, бисмиллахиррахманиррахим деп. Керемет дәмді шайға өстіп жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рецептісін описание бөліміне қалдырамын. Сіздермен бірге болған мен.